Сақ дәуірінің жәдігерлері негізінде жасанды интеллект арқылы регенерациялау процесіне арналған бейнеролик көшпенділердің визуалды әлеуметтік желісі тарихқа заманауи көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Ежелгі көшпенділер сақтардың тек өнер туындысы ғана емес, бұл олардың дүниетанымы мен әлеуметтік құрылымын сипаттайтын күрделі визуалды тілі. Жасанды интеллект арқылы бұл аң стилін регенерациялау тарихта жаңа қырынан көруге жол ашады. Сақ дәуіріне тән аң стиліндегі бірегей жәдігерлер бейнеленген жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, бұл нысандарды регенерациялау процесі болып табылады. Қатпарлы мүйіздері мен айбатты бейнесі бар алтын бұйым бұл көшпенділердің күш пен билікті паш ететін визуалды әлеуметтік желісінің маңызды бөлігі. Регенерацияланған бұл жәдігерлер тарихты тек музей сөресіндегі бұйым ретінде емес, интерактивті тірі контент ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл көшпенділер мұрасын цифрлық дәуірге бейімдеудің ең тиімді жолы. Берел қорғанынан табылған бұл бірегей жәдігерлер сақ дәуірінің аң стиліне тән өнер туындылары жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, оларды регенерациялау, қайта қалпына келтіру бұл көшпенділер мұрасын цифрлық дәуірге бейімдеудің және оның визуалды әлеуметтік желі форматында насихаттаудың ең тиімді жолы. Аң стилі коммуникация құралдарына визуалды хабарлама жәдігерлер иесінің әлеуметтік мәртебесі мен рулық тегін білдіретін цифрлық пост іспесті. Мәдени мұраны сақтау жәдігерлердің бүлінбейтін цифрлық архивін жасау. Жасанды интеллектіні регенерациялау бұл жай ғана көшіру емес, бұл тарихи мұраға жаңа дем беру, ол көне жәдігерлерді бүгінгі заманның эстетикалық сұранысына сай қайта жаңғыртады.